Қайырлы күн, құрметті достар. Бүгін кезекті тақырыптарымыздың бірі қозғалыс түрлері. Жалпы бүгін бір мысал келтіретін болсақ, осы есебімізге координата тесттегі жиі келетін есептердің бірі. Бізде бұл x координатасы, ал мынау өтіп жатқан уақыт. Яғни t секундпен өлшейміз, координата метрмен өлшейміз. Енді алып қарасақ, мына суретте бір белгілі бір дененің қозғалысы сипатталынған. Дәл осы жерде мысал ретінде алуға болады, шамамен айталық бір автокөлік деп алайық. Белгілі бір автокөлік. Бұл автокөліктің бастапқы, алғашқы 3 секунд уақыт алып қарайтын болсақ, бұл автокөлік ойлауымыз мүмкін, шатасақ көбісі, бұл алғашқы 3 секундта ол қозғалыста. Тіке келе жатқанын, кейін ол оңға бұрылғанын, кейін солға бұрылғанын деген сияқты ойлар келеді. Бірақ олай емес. Дұрысы қалай? Жалпы шатаспамас үшін алғашқы уақытты алып қарайтын болсақ, бұл жерде бір координата сыз қойсақ болады. X координатасын мен былай деп сипаттап қойдым. Мына бізде белгілі бір X координатасы метр аралықпен. Қазір алып қалыпты қарайтын болсақ, бұл автокөлігіміз бізде 3 метр орында тұр. Яғни автокөліктің бастапқы қалыпты шамамен 3 метр жерде тұр. Бұл автокөліктің орны 3 метр деген. Арада 3 секунд уақыт өтті, бұл автокөлік қозғалыссыз. Қозғалыста емес. Келесі уақыт аралығын алып қарайтын болсақ, біздегі 3 секундтан бастап 5 секундқа дейінгі аралықты алып қарайтын. Бұл аралықта автокөлік қозғалды. Орнын ауыстырды деп айтсақ болады. Қалай орнын ауыстырды? То есть бұл 3 метрде тұрған уже минус 5-ке дейін барды деген сөз. Яғни 3-тен кейін 2 бар, 1 бар, 0, минус 1, минус 2, минус 3, минус 4 және де минус 5. Бастапқы тұрған 3 метр қалыпынан ол автокөлік бізде орнын ауыстырды, минус 5 метр қалыпқа жүрді. Яғни мынау аралықта 2 секунд, арадағы 3 пен 5, 2 секунд аралықта ол автокөлік бастапқы 3 метр қалыпынан минус 5 метр қалыпқа дейін орнын ауыстырды деген сөз. Ол дегеніміз, бұл жердегі ол автокөліктің жүріп өткен жолы есептеуге болады 3 метрден минус 5-ке дейін барды деген сөз, яғни 8 метр. Автокөлігіміз 8 метр жүрді 2 секундтың ішінде. Одан кейін барып мынау аралықты алып қарайтын болсақ, бұл жерде 5 секундтан бастап ол 9 секундқа дейін жүрді. Арада қанша уақыт өтті? 5-тен 9-ға дейін біздің аралығымызда 4 секунд уақыт бар. 4 секундта ол осы тұрған минус 5 қалпынан, бізде бірінші бұл автокөлік артқа қарай минус 5 дегеніміз дұрыс. Координаталық ширекте теріс тамырмен белгіленгенмен, ол жүріп өткен жолы плюс мәмен есептеліне береді, плюс 8 метр. Бірақ артқа қарай. Кейін осы минус 5 қалпынан бастап ол автокөлік қайттан жүрді. Бірақ ол уақытта жол минус 5-тен 9, то есть 5 секунд уақыттан 9 секунд аралыққа дейін 4 секундтың ішінде ол орнын ауыстырды. Қалай орнын ауыстырды дейтін болса, байқауға болады бұл жерден минус 5-тен сәйкестен берейік былай қарай. Тура бастапқы қалыптан 3-ке дейін барды деген сөз. То есть минус 5-тен 3 метрге дейін қайттан барды. Значит, былай қарай бұл жол тағы 8 метр жүрді деген сөз. Сұрақ келеді бізге. Осы автокөліктің бастапқы мезетінен бастап соң тоқтаған уақытына дейінгі жүріп өткен жолын есептеңіз. Есептеп көретін болса, осы жерде S тең біз бастапқы айтты алғашқы 3 секундта ол жүрген жоқ. То есть 0 метр. Қосамыз, кейінгі 2 секундта ол 8 метр жүріп өзгертті орнын плюс 8. Қосамыз, алғашқы минус 5-ке дейін барған, кейін қайттан 3 метрге дейін барды, уже бұл жаққа да 8 метр. Вообще бұл автокөлік арада 0 секундтан 9 секундқа дейін, 9 секундтың ішінде 16 метрге дейін орнын ауыстырды деген сөз. Жүріп өткен жолы орнын ауыстыру 16 метрге дейін. Ары қарай қарайық.